Сәлем балдар. Бұл жердегі мынау сатылы бөлшекке ұқсас теңдеу қалай шығарамыз дегенде, бірінші бір өзі тұрады. Мынау икс қосылған бұрыс бөлшек айландырып аламыз астындағысын. Екіні көбейтіп қоссақ 10, 12. 5-тен 12 икс болады. Тең 4-тен 3. Енді қарайық балалар. Бұл жерде мынау асты бір бөлек болып тұр. Ортада бөлу тұр. Сол бөлу болғаны үшін мына жерде қайтадан ықшамда жазамын. 1/2 қосылған 3 көбейту. Мынау бөлу орны ауысады. Алым мен бөлімі. Асты 12х болады, үсті 5 болады. Тең 4-тен 3. Енді осы жердегі мына 12 мен 3 қысқарады. Сонымен қазір красканы алайық. Мынаған 4-тен тиеді, мынаған 1-ден тиеді. Сонда мынадай теңдеу болады. Қарайық. 1/2 қосу 4х-тен 5 тең 4-тен 3 деп аламыз. Енді бұның екі ойысы бар. Екі ой дейміз ортақ еселік. Бұл жерде бізге не кедергі болып тұр дегенде балалар, бізге мына бөліміндегі заттар кедергі. Х артық болып тұр. 4х, мынау 4. Осылар болмаса есеп өте әдемі шығайын деп тұр. Сол үшін мен осылар жойылу үшін бұның екі ойысын табамын. Екі ойысыны көбейтем. Яғни мынаны 4х-ке көбейтсем, х-пен қысқарады. Х. Сонда 4-тен тиеді. Ал мынадан 4х-ті көбейтсем, қысқарады, 1 қалады. 4х пен 4х қысқарып 1 қалады. Ал мына 4 пен 4х-тің несі қысқарады да, 4 қысқарады да 1 қалады. Бұл кішкене ыңғайлы болу үшін былай жазайын, енді қарап отырыңдар. Қайта жазып көрсетейін, қараңдар. Х-тен 1 қосу 4х-тен 5 тең 4-тен 3. Сонда мынау қысқарып болған 4-тен тиеді, мынау қысқарып болған 1-ден тиеді, а мынаған х-тен тиеді. Астың бәрі қысқарып кетті десек, сонда 4 қосу 5 тең 3х болады. Одан келіп шығатын түйін қарайық. 9 тең 3х. Х тең 3 деген теңдеу келіп шықты. Енді келесін көрейік. Келесі тура осы сияқты, бірақ азайтылу түріндегісі екен, иә? Ондай болса, 1 бөлінген х алынған 2 көбейтсек 12, 14. 3-тен 14х тең 7-ден 2. Кейін қайтадан орын ауыстырамыз, иә? Астында сәл жасайтып айтқанда 2 көбейту, екеуінің орын ауысса 14х-тен 3 болады, тең 7-ден 2. Енді 14 пен мынау қысқарады, 2 болады. Мынаған 1-ден, мынаған 7-ден болады. Қайтадан ықшамдап жазсақ, 1/х алынған 7х-тен 3 тең 7-ден 2. Енді екі ойысы барлығынікі 7х болады бұл жерде. Мынай болса 7х болса мынаған 7-ден береді, асты қысқарып кетеді, мынау қысқарады, 1-ден тиеді, а мына жаққа х-тен тиеді, 7 өзі қысқарып кетеді. Ондай болса не қалды деген кезде 7 алу 3 тең 2х. 4 тең 2х, х тең 2 деген есеп шықты. Келесінде осылай шығаруға болады балдар. Түсіндік па? Өте оңай. Ал бұл жердегі негізгі нені істетті, қандай нәрселер пайдаланды десек, біз бірінші мына бір нәрсені пайдаландық. 2 бөлінген бұрыс бөлшек айландыруды қайтадан айтып берейік, иә? 4/3-тен 2х. Ал бұл жерде 2 бөлу бірінші бұрыс бөлшекке айландырамыз. Не болады? 3-тен 14 деген түсіндік. Енді ұқсамайтын жер мына жерде х қалған. Х негізі жай бөлшектің үстінде емес, бөлімінде ортасында тұр, иә?
осындай жағдайда x қайда баратынын білеміз десек, x-тің астында тығылып тұрған бір бар. Сол үшін 3-тен 14x болып 14-тің қасына барады. Кейін айналған кезде 2 өзі тұрады. Ал мынау 14 пен бірге жүреді x. Түсіндік па? 14-тен 3. Сонымен қысқарып не болды? 7x-тен 3 деген нәрсе шықты. Мына жаңағы қалай пайда болғанын түсіндіріп кеттік. Түсіндік қой балалар. Дәріске қалған өзіміз шығара береміз.